Адиев кезінде журналистер де оны жақсы көретін еді. Адиев кезінде кәдімгі футболистер сол үшін жыртылатын еді. Орыста мақал бар ғой, новая метла по-новому метет дегендей. Сол секілді жаңадан келген сыпырғыш жаңадан сыпыра бастайды. 25-30 адам жұмыстан шығу керек. Сен андай ғой, мемлекеттік каналдың өкілі ретінде бәрі жақсы болады деп айтасың. Сенің қаныңа аманат кіріп кеткен әбден. Черчесов танушым ғой. Ең бірінші пресс-конференцияда ол просто андай бір халықты күлкімен өзіне қаратып алғысы келген. Анекдот айтып, просто андай бір больной темаға тиіп кетті да біздегі. Бізде номері бірінші болып жүрген ненің? Боксердің 800 теңге алады. Қайдағы? Енді. Сен жаңа айтқан жалақыңнан аз алады. 154 мың. Қой, жаңа сен ұлттық құрамада жүрген сборныйлардағы ойнайтын боксерларың страшно көп болады. Сол Төрехан өте үлкен деңгейде жұлдыз болады. Осылай осы алған беттен таймаса. Өйткені оның таланты, дарыны бүкіл әлем мойындап қойды да оны. Бүкіл проблема игровой вид спортада. Неге? Өйткені игровой вид спортада мемлекеттің ақшасы мынанша. Пішен. Осы сөзіңе кейін ұялып қалуың мүмкін 5 жылдан кейін. Заман өзгереді әлі. 5 жылдан кейін түсіп кетеді. 5 жылдан не актуальны ғой бұл? Ассалаумағалейкум достар, құрметті бірінші боларынасыз көрермендері. Бізде бүгін осындай, бұл подкастқа жатпайды негізі. Ермаш, бұл не деп атаймыз? 5 адам жиналса. Қатқас дейсің. Бүгін бізде қатқас комментаторлар жиналды. Кілең, сен тұр мен атайын деген жігіттеріне. Волейбол дауысы, Қазақстан волейболының амбассадоры. Мадридтік Реалдың тікелей несі амбассадоры. Винисиус Жуниордың, Беллингемнің кіммен жүретінін біле ме? Қазақ боксының несі дауысы. Мемлекет дарын сыйлығының иегері. Шықтау арамыздан айтып. Осы деп айта алмайсың, 35-тен. Ерсінен басқа. Таңғаларлық па? Таңғаларлық. Қалай? Қазақ комментаторларының несі қаранары сосын. Сен қаранар болдың бүгін. Сен кезінде просто 25 жасқа шейін болып солай аламай қалдың ғой сен. Сол 25 жасымда да алайын деп тұрған мен негіз. Бит кетті де соңында. Болмай қалды ма? Болмай қалды. Бұл видео фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатыр. Олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Мен как раз 25 жасымда болдым 2014 жылы Бразилияға барған кезде. Имейте это в виду. Yazılım әлгі жерде. Иванға. Жүрсің, братчика. Комментаторлардың ішінде сен ғана алдың ба сонда? Тарихта? Бірінші комментатор. Дарын алған, Спорт журналистердің ішіндегі бірінші. Тұңғыш қазақ қой. Қазспорт арнасының комментаторы деп алды. Ол ерінде мен ол дарын сыйлығын қоя бір. Мен ол Сейдахмет Бердіқұлов сыйлығын аламай жүргеніме қаншама жыл болды спорт журналистикасында. Жоқ, аламайды болғанда мен қатысып жүрген жоқпын жалпы. Қалай алатынымды білмеймін. Біреу звондап бірген беретін шығар ұяты болса деп жүрмін енді. Келесі жыл қатысып көрсей, алып қаларсың. Может быть, қатысу керек шығар. Бірақ турнирде қатысасыз футболдан, Футбол ойбай 2 жыл қатарынан жеңіп тастап, уже патологын қойып тастаған ғой жүрдім. Биыл Жандос алды ғой. Жандос айтпай ғой, бірінші рет алып. Бірінші рет алды. Алдымызда ол кісін былай алып тастап жүрді ғой. Керемет. Дарын алу керек адам ғой. Сонда негізі осыған дейін? Білмеймін ғой. Короче, бір кісілер алады, кейбіреуін танымаймын да мен шындай. Облыстық газетте спорт туралы жазатын кісілер бар ғой негізі. Кей кезде андай бір Мұсағали Тасқалиев деген кісі бар еді, Ақтөбеде ма? Сол кісі алған 1-2 рет көрдім. Кейіннен бір қарасам, что-то сол спортқа қатысы жоқтарды алған негізі ол сыйлықты. Жас келген сайын бір андай сондай марафон күтіп тұрады екенсің, Ермаш? Жас келгенде болған. Мен последний жылымда үлгердім ғой. Даласайын деген ғой. Мен последний жылымда үлгердім. Сен кәдімгі орденің бар тағы. Сен де 35-тесің мені. Қалып кетті. Көрініп берші. Жүрген жерін тағып жүрмейсің бәсің? 35 жасқа дейін ғой. Осы 25-ші жылы берілетін жаста мен уже 35-ке толып қоямын ғой. Соңғы 35-ке дейін қосын да? 89 минут тұрып кеттім десе, короче. 89 минутта. Бұл жаңа жылдық шығарылым екенін столдағы мандариндерден біліп тұрған шығарсыздар ағайын. Мен ақ берген деп айтшы. Ермаш алып берген. Тура былтыр осы састап жиналып біраз әңгіме айтқанбыз, ол кезде микрофон дұрыс істемей. В общем, сондай болды ма де? Елдердің дауысы дұрыс шықпай қалған. Ол негіз дұрыс болған. Түкте айтқан жоқсың. Нормально әңгімеде айтпадың ғой. Бүгін ашылам, бүгін айтам барлық шындықты.
Ермаштар, Олжастар туралы мен білетін шындық бар, соларды жайып саламын деген. Соңына дейін қараңыздар. Мен 90-шы минутта сөйлеймін. Ана интрига. Интрига. Ерсін сен не айтасың? Мен сол өткен жылдағы үздіктерді соны айтайық енді. Кім лайық жаңағыдай марапат алу керек спортшылар, кім алынбай қалды, ұлттық құраманың жеңілісіне не себеп болып жатыр, не болып жатыр жалпы. Не себеп болып жатыр ұлттық құраманың жеңілісіне? Ал айтшы ал. Енді бәрі бапкер деп жатыр ғой, енді шынымен де бапкер шығар. Былайша айтқанда енді Керемет бірдеңе айтама десем, бірақ себеп бар ғой, басқа себеп жоқ қой ол жерде. ел бәрі біледі ғой, ешкім білмейтін бірдеңе айтсашы. Оны мен де білмеймін, оны мен қарапайым ғой, халықтың. Бірнеше себеп бар ол. Айтшы. Негізі себебін ана кісі жақсы талқылап беріп жатыр бір тиктокта ше. Почему стоит этот капитан? Бірдеңе. Енді футболдың бәрі қазір цифра не болып кетті ғой, бұл математика болып кетті, кәдімгі есеп болып кетті. Жоқ, футболда жігіттер бір ғана адамды кінәлауға болмайды, бапкерді тем более. Бұл жерде просто Станислав Соломон мен жақтап отырған жоқ, мен оны жақсы көрген жоқ, сұхбаттастық, жақсы мужик, бұрыннан бері танимын. Бірақ бұл жерде 90-шы жылдардан араласатын адам сияқты айтты ғой. Спартакта воротада тұрған кезде ме? Мен батяма ұқсайды да ол кісі. Маған жақында андай бір несі. Мужик па кәдімгі? Иә, кәдімгідей мужик, кәдімгідей андай айтамыз істеймін. Просто бұл жерде бүкіл және функционер, журналист, ойыншы, федерацияда кім бар, болельшіктердің барлығы қатысты. Бұл циклдық жұмыс. Футболды біз өтірік алдай алмаймыз. Бұл футбол біз жаңағы Лига наций бір матчтан тұрған жоқ қой. 6 матчта. 6 матчта безобразно өнер көрсеттік қой. Бұл жерде біз қаншама тырысқанымен мен бұны бәрі жерде айтамын. Біз әлі футболды жақсы ойнайтын, футболды дами алатын, футболды жалпы бірдеңке ол жігіттерден требоваттаймыз ғой результат. Біз ондай деңгейге жеткізу күшті требовать дейміз ғой. Мәссаған, сен біз дайын емес, біз футболы мемлекет емес, сондықтан ол кісі кінәлі ғой. Адиев кезінде кәдімгідей команданың атмосферасы қандай еді, Адиев кезінде журналистер де оны жақсы көп нәрсе байланысты. Адиев кезінде журналистер де оны жақсы көретін еді, Адиев кезінде кәдімгі футболистер сол үшін жыртылатын еді. Отношение басталады ғой. Отношениеден басталады. Спортта алдай алмайсың. Отношение. Ол жаңағы бұл алаңнан тыс нәрселерді айтып отырсыңдар. Алаңдағы тыс нәрсе, алаңға прямой әсер ететін дүние емес. Менің футболға деген көзқарасым. Біз футбол ел емеспіз деген негізі өтірік әңгіме ғой. Ол онда футбол ел деп Құдай жаратпайды ғой, мысалы футбол ел деп. Мысалы жай өзбектер де футбол ел емес қой, мысалы. Қалай олар мысалы әлем чемпионатына жақын. Мынау нені көбейтеді ғой Өзбектер десем бе? Руслан Бақытжаннан кешірім сұрайды. Темасын ұрлап алды. Солардың темасы ол түсінікті ғой, Ерсін. Қалмасы яқшы, жалғастыра бер. Өзбекше бір-екі сөз айтып қойсыңдаршы. Жақсы, айтсын. Жоқ, конечно, өсуіміз керек. Енді өсу үшін жаңағыдай бір тәуекелге бару керек деп ойлаймын. Осыған дейін енді мысалға өсу үшін бір өжеп алу керек. Иә, мысалға Адиевті әкелгенде басында негізі түсінбей қалдық қой. Қалай алып келді, Шахтердан келгеннен кейін ешкім танымайды, ұлттық құрамада жетістігі жоқ. Бірақ келді да барлығы сол жаңа отношениеден басталды, баққа жақсы отношение болды, футболшылармен әңгімесі керемет жарасып кетті да. Нәтижеде тура солай болды енді. Атмосфераға байланысты деп ойлаймын. Қазір мысалы Ситида да, басқа МЮда да шіріп жатыр ғой бәрі. Бәрі сол, мысалы ол жерде сен Гвардиоланы әлсіз бапкер дей алмайсың ғой, бірақ бәрі отношениеде келіп тұрды, ішкі атмосфера бұзылды, содан бәрі құрдымға кетті. Тура сол сияқты бізде де кішкене бір атмосфера бұзылған сияқты, менің ойымша енді, бірақ басқасы. Тура Черчесовке қойылған сұрақтар Адиевке де кезінде қойылды. Бірақ кәдімгідей мәдениетті адам сияқты жауап беретін еді ғой. Любой сұрағына. Адам еді ғой ол кісі. Сағынып қалдық қой кәдімгідей. Әнші адам ба? Бір прикол. Сонда өткенде сіз шығардыңыз инсайт ауысады деген, бірақ одан кейін КФ мәлімдеме жасады, ауыспайтындығы болды енді. Одан кейін сөйтіп ол КФФ-ның жазған пресс-релизінде Ермаш жазды деген әңгіме келіп жатыр ғой қазір. Ол жақта жұмыс істеймін. Мен мынандай айналдырып отырсың ба? Маған былай жазды. Сонда Ермаштың жазуы арқылы Черчесов орнын сақтап қалды ма деген сияқты. Ермаш көмектескен сияқты болды. Бәрекелді. Біріншіден қатысым жоқ, сөйлескенім жоқ, бір ай болды уже. Ол кісі де шетелде, мен де Қазақстанда дегендей, мен де отпусктамын жалпы. Сондықтан бұл информация бұрыннан бері бар. Қазақ даласында
қалықтап жүрген сұрақ десек те болады, Черчесов қашан кетеді деген. Сондықтан бұл енді уақыт еншісіндегі сауал. Шамамен 1-2 айдың ішінде кетіп тынатын да шығар деп ойлаймын. Но енді тем более қазір бізде жаңа президент келіп отыр. Жаңа президент, мынау орыста мақал бар ғой, новая метла по-новому метет дегендей. Сол секілді жаңадан келген сыпырғыш жаңадан сыпыра бастайды. 25-30 адам жұмыстан шығу керек федерациядан. Ол енді таңғалатын нәрсе емес. Шығып жатыр ғой. Иә, біртіндеп шыға береді енді осы 1 айдың ішінде. Сол 22-20 адам жұмыстан кетіп, орнына жаңадан 20 адам жұмысқа келеді. Дұрыс па? Командамен. Сондықтан менің пікірімше Саян Хамиджанов Генсек мырза, атқарушы директор Қайсар Бекенов және президент Марат Омаров Станислав Черчесовті жұмысқа шақырған жоқ олар. Ол кісімен тіл табысқан да жоқ. Әлі кездесіп те үлгермеген. Ассалаумағалейкум деп амандасып та көрмеген. Сондықтан келеді, сөйлеседі, бір нәтиже тұр, ол кісілер сол ұлттық құрама ойнап жатқан кезде көріп отырды ғой сол ойындардың бәрін. Біледі қандай маман екенін. Сондықтан менің ойымша одан ары қарай жағдайды ушықтырмас үшін, ондай скандалдарды көбейтпес үшін, ол енді екінші пландағы нәрсе. Бірінші планда футболи тұрғыдан ойлайтын болсақ, бәрібір бас бапкерді ауыстырады деп ойлаймын. Мысалы, жаңадан келген президент болса да. Өйткені Станислав Черчесовтың федерациямен келісім шарты жасалған кезде президент басқа болған, Генсек басқа болған, ұлттық құрамалар департаментінің директоры да басқа болған. Қазір түгелмен өзгеріп кетті. Сондықтан өзгерістер болатындығы сөзсіз. Сен орында қаласың, қамай белгісіз. Қай жақта? Кеңесші едің ғой. Мен кеңесшімін, әлі де кеңесшімін, тура осы отырған кезде. Ассалаумағалейкум дедің ба? Мен амандасқан жоқпын менде. Отызда ғой. Президентті көрген жоқ, мен 30-тамын қазір, тура қазір. Неустойка 1 миллион деген рас па сол? Ол скорее всего өтірік шығар. 2 миллион ғой. Келісім шартта ондай нәрселер жазылады ғой, бірақ 1 миллион деген өте көп біріншіден. Екіншіден оның контрактын ешкім көрген жоқ. Оның контрактын көрген 3 адам бар осы өмірде. Сол кісілерден сұрау керек. Ол кісілерде неразглашение деген пункт бар, сондықтан ешкім айтпайды. Жоқ, ол жерде андай нәрселерде қарастырылатын шығар. Қазір звондап. Андай нәрселер қарастырылатын шығар, егер нәтиже нашар болып жатса, неустойкаңды алмай кетесің деген сияқты. Сол пунктты пайдаланып. Болу керек қой негізі. Мысалға осы 1 апта бұрын мен инсайт жаздым. Леонов деген мырза, Ақтөбенің бас бапкері келісімшартқа қол қойды ғой. Өйткені ол кісінің агенттерін танимыз, берік жақтың агенттері де танимыз дегендей. Ол кісілерде мынандай пункт бар. Нәтиже төмен болғаны мен қоймай, нәтиже жақсы болғаны мен де қоймай, біз футбол клубының басшылығы солай шешсек, сен тура сол күні ертесіне 3 күннің ішінде жұмыстан кетуің керек деген пункт бар. Леонов мырза. Сөйтсе Леонов мырза тұрғанда, енді көп бапкерлер келіспей қалады ғой, тырысып қалады, агенті келіспей қалады ғой, енді негізінен агенттері ғой, енді ақша жасау керек соларды көбі. Соны жарайды деген келіскен. Егер сендер айтыңдар, міне чемпионаттың бірінші туры бірден ұтылып қалып, ертесіне жоқ Леонов кетті десе, сол күні заттар жинап кетіп қаламыз деген пунктке қол қойып отыр. Міне ешқандай компенсация жоқ деген сөз. Демек, мына жерде де бар. Жоқ, бұл жерде бар енді. Бұл кісі Еуропа көрген кісі, Австрияда тұрады. Бұл кісі ол жақтарын қарастырады ғой. Агент. Сонымен сіздер енді 2025 жыл басталайын деп отыр ғой енді. Жаңа жылдан кейін. Сол кезде алғашқы еститін жаңалықтарымыз шамамен сол болатын шығар деп ойлаймын. Иә, 25-те соны күтіп отырмыз. Өйткені бізде мынау чемпионат мираға отбор басталады ғой. Мирға ғой? Иә. Бельгия, Македония, Қазақстан, Уэльс, сосын Лихтенштейн. Шанс бар ғой бізде негізі. Ха деп жоқ, сен Даниямен түскен кезде солай күлдің ғой мысалы. Екінші рет. Күлмедің ба? Күлген жоқ. Біз өте алмаймыз әлем чемпионаты. Жігіттер қойыңдар ондайларды. Халықты заблуждениеге шығаратындар сендерсің. Неге? Әсіресе Ермаш десе, шанс бар. Любой ойсыңдар ма? Жоқ, неге жоқ? Айтшы, неге жоқ? Сенің стадиондарың жоқ. Жоқ, жарайды, ол стадионды қоя берші. Жоқ, оны қоя берші. Командалардың деңгейін салсын. Сенің футболшыларың жоқ. Енді айтып отырмын ғой сол бапкер. Сенің капитаның клубсыз жүр. Кім? Тағы берген. Енді ол капитан деген ауысады ғой ол. Сенде смена поколений болған жоқ. Қайдағы әлем чемпионаты саған? Келе жатыр ғой смена поколением. Пайрузың келді, анау защитаға кімді Жұмахан Садыбеков бар, Садыбеков келді. Көп қой бізде. Ойнады ғой, Пайрузың ойнады кеше. Жоқ, сен қарасай, жоқ сен олардың стадион деген ол уақыт өте келе ол түзеледі ғой әңгіме салынып жатыр. Жоқ, бұл жерде сен командалардың деңгейін қарасаң,
бар ғой шанс. Уэльстің сондай мықты емес қой қазір. Жоқ, Ерсін. Жоқ, шанс бар әрине. Шанс жоқ. Әрдайым шанс бар. Осы жерде бәстесейік отыр ол. Жоқ. Келесі жылға Шанс бар, бесінші. жоқ дегенге бәстесе алмайсың ғой сен. Жоқ, шанс енді 1% шанс болады ғой. бар ғой. Жоқ, әлем Әңгіме сол чемпионатына. ғой ол. Әлем Бұл жерде- чемпионатына шығу үшін Ерсін, егер сен білмесең, Былай істейік онда. бірінші орын алу керек. Тікелей шығу үшін. Тікелей шығу үшін бірінші орын алу керек. Бельгияны ұта алмайсың. Жоқ, екінші орынмен де шығуға болады ғой. Екімен де шығуға болады, екімен де шығуға болады. Греция тап болады, сосын не болады мысалы. Сіз не ойлайсыз, шетелге шығып жүрген көке? Ұлттық құрамамен. Максим точка ғой. Уэльс Пессимистер жақпан жер. секілді командалармен ойнауға болады. Иә, абыройлы өнер көрсетіп, гол салып, Астана аренада бір-екеуін жеңіп, сөйтіп шоу жасаймыз. Бірақ енді Осы бөлек әңгіме. әлем чемпионатына шығады деген енді бос әңгіме, менің ойымша, иә. Жақын арада мүмкін емес қой. Бля, мен ғана қалдым ана жерде. Сен өйткені андай Жоқ, сен андай ғой, мемлекеттік каналдың өкілі ретінде бәрі жақсы болады деп айтасың. жоқ, одан емес. Жоқ, менде Сенің қаныңа аманат кіріп кеткен жоқ, маған менде кажется бір не бар сондай, шанс бар сияқты. Білмеймін мен не екенін. Өйткені дұрыс, мен Ойстанда саған бірдеңе айтайын, тура сенің әңгімеңді қолдай кетейін. Ақыры сені ешкім қолдамады ғой мына жерде. Мына әріптестерің лақтырып отыр ғой, бір диванда отырған. Сонда былай болады. Мына ұлттық құрама деген бір ерекше нәрсе. Мысалға бір әшейін клубпен барасың, Астанамен жаңа шетелге барасың да, ұтылатынын біліп тұрасың ғой, кәдімгі. Сол 4 гол жібергенше кәдімгі деп отырасың. Сосын аха дейсің, болды дейсің. Мына ұлттық құрамамен барған кезде былай бір су ақылға салсаң, я ұтамайсың ғой енді мысалы да. Сыртағында Финляндиямен ойнап отырық. Ешқандай кәдімгі бір жақсы жаңалық жоқ ана жерде ше матчқа дейін. Бірақ бір ұтып кететін шығармыз енді. Ұлттық құрама ғой, бір жүрегіңде бір сезімдер болады да. Матч басталуға 1 сағатқа келген составты көресің ғой еще. Ойбай, кәдімгі жақсы состав, мыналар ұрып кетуі мүмкін, ана деп сенесің. Сосын 4-0 болған кезде 46-47 минуттарда сол кезде барып есіңді жиясың да. Кешіріңіздер деп па. Очередной раз алданып қалған. Жоқ, біз бірақ 3 күннен кейін тағы да бір матчқа шығасың ғой. Иә. 3 күннен кейін тағы да бір матчқа шығасың. Данияға қарсы матчта, допустим, да. Сол кезде тағы да ойлайсың, о-май, қазір бүгін енді ұратын шығармыз, мына өткенде ана былай ойнадық, кішкене жақсарып келе жатыр ойын. Бәрі постоянно өмір бақи патриоттық сезім ба, бір іштен бір ұлттық құраманы жақсы көріп тұрасың ба, бір әйтеуір одан басқа енді сборный жоқ, қолдайтын жалғыз командаң сол болғаннан кейін бір сене бересің ғой өмір бақи болғанша. Жалған үміт. Жалған үміт бір кейбір матчтарда бір 7-ші минутта үзіліп жатады да, ол ше. Иә. Жоқ енді биыл келесі жыл 48 команда ғой, келесі жыл дегенде 26 жыл 48 команданың ішінен негізі енді кіруге болады ғой енді. Өзі неше өзі бізде Жоқ, ол анау 16 команда ма? командалар көбейткенмен олар Еуропаға көп қосқан жоқ қой. 16 ма? 16 ғой деймін. Соги қақпет Азияға қосты, Азияға жақсы қосты, Африкаға жақсы қосты. Африкаға 9,5, ана жаққа 9,5-нан беріп отыр ғой. Оңтүстік Америкаға да жақсы қосты. Сол жақтары кішкене енді саяси нәрселер ғой енді оның бәрі. Еуропада өзі сұрыпталған, өзі стабильный шығатын бір 12-13 команда бар ғой. Солар шығарып алса болды ғой оларға ары қарай. Просто бір-екеу ауысады. Азияның тұрғыда олар ақтайды өз-өзін. Азия мен Африканың рынок өліп бара жатыр ғой. Сол ғой. Соны көтеру керек. Оларға мысалға Қытайды шығарған выгодно. Сауд Арабияны шығарған. 1 миллион халқы бар. 1 миллион, Қатарым бар. 1,5 миллиард халқы бар. Миллион деп. Сондай нәрсе ғой енді. Үндістанды шығарған выгодно оларға. Қазақстан енді случайно бір күн шығып қалатын шығармыз енді. Бірақ енді Евроға шығамыз. Біздің қазіргі мақсат осыдан 1 жыл бұрын жалпы мына бағыт стратегиялық қойылды ғой. Сол кезде де айтылған, ол енді кабинеттердің ішінде айтылып жатқан нәрсе ғой. Біз енді әлем чемпионатының іріктеуіне қатысамыз, әңгімесі жоқ. Мақсат бар, бірақ негізгі міндет оның үстіндегі Евро 2028 ба? Қанша? 28 ғой. 28. Соған шығу деген мақсат бар. Енді ол жерде Евроға шығуымыз анағұрлым жақынырақ, анағұрлым оңайырақ, өйткені командалар санын білесіздер, және іріктеуде өте тамаша өтеді. Ол жақтың ойындары, календарлар бәрі керемет, өйткені ана жерде іріктеуге FIFA араласып кетеді, неше түрлі нәрселер болады. Европа дұрыс бізге. Бірінші Евроға шығу керек бізге. 32 ма Европада ойнайтын команда? 24 команда. 32 болсын да сол кезде шығамыз. 24-ке болады ғой кіруге негізі. Бірақ сол 28-ге қазір бір план жасалып, бір жақсы бапкер әкеп. Соған Станислав Соломон Черчес сол үшін шақырған ғой. Стратегия. 28-де шығарады деп. Жоқ, жаңағындай кеше ана. план былай ғой, қарашы, жаңа президент сайланып алды да,
как будто жоқ тып тыныш жаңалықта жоқ Басталады. ешкім айтпайды жазбайды жаңа жылдан кейін есік жабылды болды 8 қаңтар күні ол кісі біршама мықты ірі кездесулер өткізеді, содан кейін белгілі болады. Мен кеше де сөйлестім, жаңа басшылық кіретін енді жанында адамдармен жақын арада сол жаңа жылда білмеймін 6-сы 7-сі 8-і ме екен бақ өкілдеріне арналған үлкен шара өтеді, пресс-конференция дейді ғой енді профессионал тілде. Сол кезде бүкіл қоятын сұрақтарыңызды дайындалып келіңіз, сол кезде сіз осы сұрақты қойыңыз. Әлем чемпионатына шығамыз ба деген. Қоям. Сенің енді пас қалай да жаңағы Қанағаттандыратын сұрағын фуршет бола ма? Фуршет болмаса ерсін бармайды ол. Болады. Райдер бар ғой ерсіннің. Риксіз деген ба? Жоқ, кеше ана фуршет. жоқ, ана кім ба? Кім жазды? Нұрлан ба? Қоянбаев жазды ма? Клопта көбірек деген сияқты. Бәрекелді. Оның астындағы комментарийлер еді. қолдап отыр ма? Жоқ, қолдайды ғой, бірақ қандай бір болмайтын нәрселерді, ол мүмкін емес нәрсе ғой. Клопта әкеу деген. Меніңше клубқа ең көп айлық берсең де келмейтін сияқты. Келмейді ғой, ұлттық құрама тем более. Тем более Қазақстанға. Осы енді өткен жылда енді көп оқиғалар болды. Футболдан бөлекте олимпиада болды, енді көп жарыстар болды. Соларды талқылайық. Олимпиада болды ма не сонда? Олимпиада болды ғой. Қашан болды? Парижде болды ғой жазда. Иә. Елдос Сметов деген сенің жерлесің бар. Иә, есіме түсті. Елдос Сметов жеңіп ана есіктің алдына асфальт төседі деген кезде ме? Сол ғой. Сол жыл жаңалығы меніңше асфальт төседі деген. Сосын жоқ, сосын ана біруді білем ғой, ана кісі, Демеу Жадыраев деген кісі. Сол олимпиаданың жұлдызы сол кісі болған сияқты мен ойымша. Елдос Сметов болмағанда қазір дүркіреп тұратын еді. Билегенін айтып жатсың. Керемет кісі екен, Демеу Жадыраев деген. Мықты, сөз саптау. Ол келді ғой сіздерге қонаққа. Мен болған жоқпын ол кезде. Тек қарапайым. Сол олимпиададан есте қалған сол кісі болды, Демеу Жадыраев. Осы олимпиаданың қаһарманы деп айтсам да болады. Сосын түркиялық анау атқыш. Иә, қолын қалтасын салып алған трикомен ататын. Простой жігіт. Ол әлемде полицейский. ең танымал спортшылардың бірі болып кетті сол. Айтпа, Илон Маск подписаться етіпті ғой. Футболистердің бәрі бүйтіп празднование жасайды ғой. Мен де бір бақ егер гол салмасам бүйтіп. Түркияда ма? Жоқ, әлемде. Иә. Кім еді бір атақты бір футболист? Усман. Көп болған ол. Дюплантисті әлем рекордын жаңартқан кезде солай істеп. Арман Дюплантис танисың ғой? Жоқ. Өзіміздің. Кім ол? Сырықпен секіретін. Жоқ, андай бір темаға өте андай күрделі тема ғой, олимпиада деген. Сендер білмеймін, биылғы олимпиада мен бір андай бір энтузиазммен бұрынғы қарамадым. Енді Елдостың жеңісі ғой, біз сол айтарлықтай оқиға үш рет жүлдегер болды. Велоспорттың кім жеңді олимпиадада? Кімдер ғой? Тадей Погачар. Жоқ, олар барған жоқ қой. Барған жоқ па? Иә, барған жоқ. Жоқ, екеуінде кім жеңіп алды ана Эвенпул? Эвенпул Билл Гейтс. Екеуінде. Погачар барған жоқ. Баскетболдан ақш жеңді. Айта салайын. Керемет қой. Жоқ, негізі қараңыздар, Сербияны ұтқан жар финалда. олимпиадада ең бірінші күні ма, екінші күні ма Елдос алтын алды ғой. Сол күні бітті ғой. Уф деді бәрі шенеуніктер. Болды, бір алтын бар. Қоя сал деді ма? Болды. План орындалды. Шенеуніктер емес, бәріміз уф дедік Уф дедік қой, бәріміз уф дедік. Одан кейін жоқ қой шанс енді. Басқасы кімді айтасың? Уәли айтсайшы енді. Енді бокстан боксшыларды айтшы. Қазір бір пост жазып жатыр Инстаграмға. Бір инсайт айта салайыншы, қазір ғана келді. Төрехан Сабырхан жастар арасында Азияның ең үздік боксшысы атанды. Ересектер арасында тоже біздің отандасымыз Азияның ең үздік боксшысы атанды. Сағындық Тоғанбай. Ересектер арасында. Өзбектер жоқ. Неге? Азия ғой бұл, олимпиаданы алып отқан жоқ, Азия құрлығында. Өзбекстан Азияда енді. Биылғы жарысты. Олар наоборот бокстан не кетіп қалды, Европа. Жоқ, биылғы жарыс. УЕФА-ға кіріп кетті деп қойшы. Пландар сондай деп. Биылғы жарыстардың қорытындысы бойынша да. Жоқ, Вәли айтшы, сол бокстағы жаңағы олимпиадада бокс туралы. Жалпы өз ойын бір қысқаша. Енді боксты айтқым келмейді негізі. Былай ашығын айтқан кезде не? Айтқым келмейді. Ең бір андай Азаннан кешке дейін сонымен айналысып ең бір андай еліміздегі спорт қой. Болт алтын алады дегенше, любой жарысқа барғанда уверенно отырасың, мынау алтын алады. Азия болсын, әлем болсын, күресте, джудода, футболда ондай жоқ қой. Міне қазір жеңеміз деген. Бокс деген Қазақстандағы сондай спортта. Бетон бір алды, бірақ өкінішке қарай олимпиада нашар өтті. Бір күмісіміз,
Нұрбек Оралбай бір күміс алды ғой. Назым Қызайбай Назым Қызайбай бронза алды. Иә, қыздарда. Солай бітті. Енді одан кейін енді мен разбор полетов болды, не қылды. Көрген бокстан бір Алжирден келген бір еркек қыздар. Иманы Хелиев қой, оған байланысты әлі. Еркек пе екен сол? Еркек. Жоқ, енді еркек деп кесіп айтуға болмайды ғой оны. Білеміз. Шықты ғой өткен сен барып тексерген жоқсың. Тексеріп деп шығарды ғой. Оны әкесі шығарды иә, бала кезінде көріп айтып жатыр дейді ғой. Көріп келгендер жазды ғой соны. Жоқ, өтірік болуы мүмкін да, өйткені андай 100%-ық жөні қиын болады. Бокстың Фабрицио Романо шығарған жоқ та. Солар шықпайды боксқа. Енді андай нәрсе бар ғой, адам құқығы деген. Ол тексертпей қою мүмкін деген сияқты. Тексертпей қоятындарды боксқа кіргізбеу керек қой. Ол жағын тексертпей, мынандай қан арқылы алыңдар, гормон арқылы алыңдар деу мүмкін да енді ол жерде ше. Талап жоқ. Андай шешіп тексерту деген енді талап жоқ қондай. Жоқ, әкесі кішкентай күніндегі фотосын салды ғой енді. Қыз ғой кәдімгі. Шашын түйіп алған. Ол қалай енді одан кейін еркек болып кетті? Еркек хромосомдары көп қанында. Соққылары қыздарға қарағанда ауырлау, түсінесіз ба? Біздің Карина Ибрагимова соны тайпейлікпен 2 рет кездескен ғой. Біреуінде ұрып алған, біреуінде ұрып алған, мужик емес деп жатса да, мужик. Каринаны өзі айтады ғой, ананың удары мужиктік сияқты қатты тиеді деп, бірақ соған қарамастан 1 рет ұрып алған, 1 рет не қылған. Қатты тиген анау итальянка ма, біреумен шыққанда бір ұрды болды ғой, шықпайда жылады ғой. Ол италиялық не ғой, бірге жаттыққан ғой, негіз біледі, ананың ударын, несін бәрін. Ана жерде енді шанысы жоқ болғаннан кейін білді. Ол италиялық кімнің кім екенін Моншаға барғанда білесің дейді. Иә, ол италиялық боксшы негізі, өте слабый боксшы негізі. Иә, өте слабый. Любой боксшы ғой бірінші айналымда. Просто ана жерде ол андай ұпай жинап кетті да ол. Иә, енді олимпиада енді нашар болды, оны мойындаймын. Бокстан өйткені алтын жоқ болса, всегда бокс үшін провал ғой. Бұлай басқа жарыстарда жақсы, жастар арасында әлем чемпионатында командалық 1-ші орын алдық. Черногорияда, Будвада, Азия чемпионатында командалық 2-ші орын алдық. Енді о жерде біраз нәрселер болды. Оны кейін IBA-дің өкілдері өздері де айтты. Бізде қазір кім шығып жатыр ғой? Кім? Төрехан шығып жатыр ғой бізде. Иә, Құдай қаласа. Сол Төрехан өте үлкен деңгейде жұлдыз болады. Құдай қаласа. Осы алған беттен таймаса. Өйткені оның таланты, дарыны бүкіл әлем мойындап қойды да оны. Түсінесің ба? Бүкіл әлемге көрсетіп алдық та. Соның жекпе-жегін көруге жиналады бәрі. Ирландиядан, ана жақтан, мына жақтан, Куба бәрі келіп отырады. Кемесе де болады ғой. Өзінің несін демалыс күн жата берсе болады. Жоқ, қазір Төрехан шығады деген сияқты. Ау? Чемпионтың ғой. Махмұттың туған несі. Махмұттың несі. Оның анау бокстасу стилі бәрі қызықты адамдарға. Төрехан кім фамилиясы? Сабырхан. Махмұт Сабырхан. Уәли бастысы Сабырхан жаңағы бауырымыз Канелоның весінде емес пе екен де. Жоқ, сондай жаңа тағы нелер келіп жатыр. Қазақстан бокс федерациясы Азия аймағында ең үздік федерация атанып отыр. Енді бұл жерде Азия аймағы деп отырмын ғой, әлем деп отқан жоқ. Әлем болса олимпиада кіретін еді. Азия аймағында биыл қатысқан 4 жарыс болды ма? Кадеттер арасында, жастар арасында, жасөспірімдер арасында, ересектер арасында 3-еуінде командалық 1-ші орын алған, 1-еуінде 2-ші орын алған. Осылай Азиядағы лучший не атанып отыр. Лучший бапкер Толқын Қылышев. Ол сөзсіз. Толқын Қылышев, Найман деген рас па? Толқын ака. Оны білмеймін. Жоқ, Найман деген өзбектерде де бар ондай ру. Қоңырат деген. Бөлмеймін ғой, кәдімгі өзіміздің бауырымыз екен, қазақ екен деп. Ол жалпы ол жақтар руға бөліне ме? Руға бөлінбейді, бірақ олар ішінде бар, бөлінетін жақтары бар мысалға. Бөлінетін аудандары, бізде тараған шығар онда енді ол. Жоқ, енді бір не болған ғой кезінде, Дешті Қыпшақ даласы, Мауреннахрда өмір сүрген адамдар. Көшпелі қазақ өзбек тайпалар ғой. Енді тағы бір басқа жаққа ауысып кетейік, плавно теманы, тақырыпта. Бұл жолы тағы да бір соңғы футбол ойындары кезінде талқыланған, журналистердің қоятын сұрағы өте бір нашар, майдаланып кетті, бапкерге қоятын сұрақтар. Алматыда болды, біз көбінде болған жоқпын мен өзім Алматыдағы неде. Осы жайын айтасыздар ма? Алматыда болды дейсіз бе? Жоқ, Алматыда болды, мен көрген жоқпын да. Соңғы кездері мынау пресс-конференцияға журналистер өзі келмейтін болды ғой, енді рас айтқанда. Қызық болмай кетті. Нәтиже нашар болған кезде прессада нашар қарайды. Одан кейін бізде қазір мынау блогерлік дейміз бе, енді қазір бір 1000 подписчик жинап алсаң пресс-конференцияға кіре беретін жағдайға жеттік қой өзі.
иә шынымен кім көрінген бір жас балалар келіп болады, бір 45-50 келген бір мужиктер бар, көрмеппін журналистика, бір парақшалар жүргізеді дейді, бір спорт ньюс деген сияқты да, енді оны білмейсің ғой сен қаяқта екенін, ол фейсбукта ма, инстаграмда. Соға жаңа мысалға тикток, инстаграмда сондай бір бет алды бір сұрақ қойсаң, жаңа адамдар соған интерес қуады да, соған ғой. Өзінің аудиториясының атынан келіп тұр ғой, көрдің бе? Ол өзінің аудиториясы қырғын, красавчик деп талқылап жатқан болуы мүмкін, мысалға әлемнің бір түкпірінде да. Пресс-конференцияда сәл нашарлау естіліп қалады. 2017 жылдары алғаш рет мен сол неге барған кезім Астана аренаға. Сол кезде Амангелді аға тұрып алатын марқұм, тұрып алып, 3-4 сұрақ пақырлатып қойып тастайтын. Нұрғазы аға келетін сасайып. Сондай кісілер келіп қоятын да, мысалға. Ана кісілердің кейін тіпті сұрақта қойғың келмей қалады, отырасың, бірдеңе дайындалып барасың, бірақ сенің сұрағыңды олар басқаша профессионал түрде қойып тастайды да. По факту қойып тастайды. И оларға да қазір жеке шығармашылық кеші болып жатыр. Оларға да отношение басқаша болады да, жаңа бапкерлердің серьезно сұрақ қояды, олар да түсініп тұрады. Шынымен мына жақта енді мен өзім көз көрген жерлерде шынымен де танымайтын журналистикада енді мен әлі бір толыққан журналист болмасам да, бірақ араласам ғой, былай на лицо танисың. Ал жаңағындай кезде шынымен Ермашқа қосылам, бұл жерде блогерлар көп. Тикток жүргізетін сол кісілер келеді, жаңағындай өз тиктоктың темасында хайповый бір сұрақтар қояды, ал оған тура солай жаңағы бапкерді салғырт қарайтын сияқты. Демек, осындай журналистер, блогерлер барда біз әлем чемпионатына шығамыз, болмайды дейді. Жоқ, онда мысалға ана кісінің кейбір қисық жауап берді ғой енді бас бапкер, сол кезде сондай бір жауап күтіп хайповать еткісі келеді дейсіз ғой, жалпы айтқан кезде. Нұрсұлтан Құрманмен басталды басында ше. Жоқ, неге енді сол пресс-конференцияға ол журналистер бекерден бекер келмейді ғой. Оларға жаңағы аккредитацияны қағазды кім береді? Жоқ, мынандай сұрақ қойылды ғой мысалға. Қалай береді Ермаш? Қақпаға неге өзіңіз тұрмайсыз деп. Иә, сондай бір непотема сұрақтар. Ермаш айтшы осыны. Ешкім келмейді, сондықтан сол балаларға бере бересіңдер ме сендер аккредитацияны? Адам саны болу үшін? Негізі олардың да құқығы бар ғой. Федерация жұмыс істейді ғой. Құқығы бар ғой, конечно, құқығы бар. Құқығы бар ғой, сізге ретінде тіркелген ғой. Аузын жаба алмайсың ғой, иә. Сондай нәрселер ғой. Орын жетпей қалды, анау мынау дейін десең, орын жетіп тұр да, просто сол жеткенше беріледі. 70 орын ба? 80 орын ғой, Астана аренада 80 орын. Негізі 80 адам сыймайды, просто халықаралық требование бойынша УЕФАның 80 адам болу керек, соседний трибунаны қоссақ болады да енді. Сөйтіп жасадық, енді 16 фотограф, 2 вратаның артына 8-8-ден. Оператор, в принципе, кірмейді, олар как гость камерасын тастап кетеді. Ұлттық құрама матчта түсіруге болмайды, енді Қазспорт қана түсіреді. Содан кейін қалғаны 30 пресс кәдімгі жазатындар, қалғаны вообще ары-бері жүре береді. Мысалы, негізі осының өзімен 80 адам шығарып тұр. Пресс-конференцияда тренерға сұрақ қою деген қиын бар ғой. Дұрыс сұрақ табу өте қиын. Мен анау бірінші Норвегиямен ойынға бардым, Алматыға. Сол кезде как раз ана кімнің ойынын ұнап жүретін, Пайрузың ойынын ұнап жүретін, соны қойдым. Сол кезде обратно өзіме сұрақ қойып жауап береді да ол. Жаңағыда неше гол соқты деп мен осы чемпионатта. Сөйтіп неше гол соққан 3 матч қатарынан гол соқты деп айттық. Бізде мектепте отырып па деген сияқты ма? Иә, айттық. Сосын ол айтты, мектепте отырған жоқ, біз көріп отырмыз бәрін деді. Бірақ келесі сборға сол кірді. Негізі ана Пайруз кірді. Ол кісінің маған жауаптары негізі ұнайды маған. Маған да ұнайды. Білмеймін енді. Бірақ алып тастау керек деп па? Қатты бір ушықтырып жібереді оның жауаптарын ше. Жоқ, негізі ең біріншісі, жаңа мен айттым ғой, мен черчесов-танушымын ғой. Ең бірінші пресс-конференцияда ол просто андай бір халықты күлкімен өзіне қаратып алғысы келген. Анекдот айтып. Просто андай бір больной темаға тиіп кетті да біздегі. Өзі білмей, оны қалай аты? Әдейі істеген жоқ. И біздікілер просто алып кетті, сол хайппен уже негатив пайда болды, по идее. Ол кісі негізі көп Австрияның Тироль деген қаласында тұрады. Сол жақта өмір бақи бала шағасы да соқты. Кішкентай кезде көшіп кеткен ғой енді. Ол Ресейге де тура сол секілді болып келеді, жаңа Европадан. Сөйтеді ол Ресейдің журналистерімен миллион қырылысқан. Біреулер кітап жазып сол қырылыстан. Кәдімгі. Сондықтан ол қалыпты жағдай. Негізі бұл Англияда шыққан нәрсе ғой, осы тренерлердің прессамен осылай жұмыс істеуі, қитұрқы болуы, бұл
Манчестер Юнайтедтің бапкері болған кезінде Рон Аткинсон деген, сол кісінің ойлап шығарған бәлесі ғой, хейтерға жауап береді, сұраққа сұрақ айтады, анау мынау жаңағыдай сөйтіп прессасы страшно болған, сөйтіп ол танымал болып кеткен. Қазір айтпақшы сол кісі комментатор, Манчестер Юнайтедтің бұрынғы бапкері. Sky Sports'та ма? Иә, сэр Алекстің алдында бапкер болған кісі. Нешеде ол қазір оның алдында болған болса? Ойбай 90-ға келіп қалды, 80-ге келіп қалды. Комментатор әлі де жұмыс істей береді. Өте бар. Енді сол пресс-конференция кезінде сол толықтыра кетейік мына тақырыпта. Мынандай сұрақтар қойылады, осы дұрыс деп ойлайсыздар ма, жалпы этикаға сай келе ма? Журналистсіздер ғой. Бапкердің тактикасын сынайтын журналисттер болады. Сен маман емессің ғой, сен қалай сынайсың оны? Неге мынаны шығарасың, неге мынаны шығарасың? Неге мынаны шығарасың, мынаны шығармайсың ба деген сияқты. Қоғамның пікірін, жанкүйерлердің пікірін жеткізетін адам ғой, ортадағы алтын көпір. Оның сұрауға, кез келген сұрақты сұрауға пікір құқығы бар журналистің жалпы да. Ол мысалға Али Алиев бір жерде сұхбат берген болуы мүмкін ғой, мысалға да. Мынау Черчесовтың тактикасында 4 қорғаушымен деген вообще абсурд нәрсе, бұл мүмкін емес нәрсе. Қою керек оны, 5 қорғаушымен ойнай берсеңізші деп. Ол өйткені дұрыс еместігі мынандай, бізде мынау оң қапталды ойнайтын қорғаушы жоқ. Бәрі сынып жатыр. Неменеге керегі бар осындай? Осындай деп талдап беру мүмкін ғой ол. Соны журналист естиді, так, мен оны барып Черчесовтен сұрайын. Станислав Саламұлы, сіз неге осы 4 қорғаушымен ойнап жатсыз? Өйткені адамдар айтып жатыр ғой, мына оң қапталды ойнайтын қорғаушы жоқ, бәрі сынып жатыр. Неге осылай шешім шығардыңыз? Біз өмір бақи 5 қорғаушымен ойнағанбыз. И вдруг бір күні келесіз де сіз 4 қорғаушымен ойнаймын деп шығасыз. Каждый ойнаған матч 3 гол жіберіп жатыр. Қойсаңызшы анау мынау деп сұрақ қоюға. Ұялмайсыз ба деп. Иә, сөйтіп қояды. Сосын ол тұрады да, көкең жібереді дейсің ана жерде. Енді басты проблема сонда болды ғой негізі. Бірінші матч 5 қорғаушымен тура сол күйіп, баяғы Адиевтің командасы болып шықты. Норвегиямен 0-0 ойнады. Сужат етіп, бүкіл ненің бәрін пространствоның бәрін жауып тастап, ешкім атакламайтындай қылды. Эрлинг Холланд жүре алмай қалды. Эдегард пас бере алмай қалды. Сөйтті, 0-0 ойнап шықты. Но гол ұрамайсың да. 0-0 ойнауға болады. Максимум тырысып жүріп, бірақ одан кайф не? Біз одан гол ұрайық. 4 қорғаушымен ойнайық. Бір адамды алға шығарайық. Опорниктерді ортаға жіберейік. Екеуін 2 краймен жіберейік. Қапталмен шабуылдайық. Ортада 2 адам шабуылдасын деген секілді ой ғой. Содан барды да шеберлік деңгей әлі кішкене жетпейтіндігін көзіміз жетті. Бірде-бір гол салған жоқпыз. Болды футболды қойайық енді. Басқа нәрсені айтайық. Күрес не болып жатыр, қазақ күресі? Өнер барысы туралы айтыламыз. Қазақ күресін басқарған адам министр болды ғой қазір, білесіз бе? Ана Мырзабосов деген ба? Күрес дамиды деген сөз алдағы жылдар. Сол кісі күресте істеген ба не бұрын? Қазақ күресінде. Әшейін әңгіме болып отыр ғой мына жерде. Сондай әңгіме ғой енді. Былтырғыдай әңгіме, не айтамыз басқа? Міне Елдар волейбол федерациясының амбассадоры. Волейбол туралы сұрайық. Қазақстанның волейболы. Жыл не болды? Мысалы, қортып айтып кетейік та болды. Ешқандай жетістік жоқ. Не деген масқара? Қалай ешқандай жетістік жоқ. Жалғыз 4 рет әлем чемпионатына шыққан. Білеміз де чемпионат. 5 рет әлем чемпионатына шыққан. Қыздар шыққан, еще олимпиадаға барады. Қашан ол? Қашан айналайын? 2022 соңғы. Әлем чемпионатына. Барды ғой, барды ғой, жүргізді. Оны көрдім, иә. Болды, сол жерде. Ой, қашан уақыт өтіп кетті ғой оның. Жоқ, бұл волейболда бүкіл спорттағыдай проблем көп. Бұл жерде де бүкіл спорттағыдай биыл жаңа басшылық келді. Мади Токишевич деген келді жаңа басшылыққа, президент болып, министр финансов өзі. Білмеймін, әлі ешкім кездескен жоқ. Ақша көбейеді десе. Көбейеді деп жатыр, енді жаңа жылдан бастап көреміз. Астанада бір жаңа база салынады дейді. Сондай бір волейболда Нұртай Абықаев емес пе? Иә. Ол кісі кетті ме? Ол кісі пенсияға кетті, болды, барын табыстады. Мен кеттім, рахметін айтты, шапанын кидірді. Болды, енді волейбол жаңа деңгейге шығады деген біз сол. Амандық батталыпшы. Жоқ, ол сайлауға қатысты, бірақ ең соңында бір күн қалғанда жаңағы алып тастады. Бізге әдеттегідей. Ол кезде білесіздер ғой, ондай тактикамен алып тастады өзінің несін, кандидатурасын. Болды, сол кісі болды, әлі ешкіммен келіскен жоқ, бір пресс-конференцияда болмайды. Апының адамдары ғой енді. Болды, сол бұрынғы Ермек Амреевич Сырлыбаев деген кісілер барлық сол жерде жұмыс істеп жүр. Әр облыстарда не басшылар ауысып жатыр, сендер сенесіңдер ма? Енді бірдеңе өзгереді. Жоқ, ана Жетісуда волейбол центрін салды ғой, Талдықорғанда. Президент барды. Сондай нәрселер салынса дамиды ғой енді түбі. Басқалай ол қалай дамиды ол. Алтайға кезінде қиын емес қой ойнау деген, сеткен қойып қоясың, любой спорт залда. Футболды да ойнау қиын емес қой, неғып шыға алмайды. Поле жоқ қой.
бағдарламасы жоқ Ала- бізде табиғи жоқ та шынымен. Сіз жазы ойнай бересіз ғой сен ол жерде. Волейболда негізі футбол ойнамайсың. сондай не жоқ қой, кешендер азғантай ғой бізде. Волейболға деймін енді. Волейбол. Бокс оңай ғой, а? Бокстасы оңай ғой, а? Бокста не жоқ? Ринг па? Технический. Не жоқ. Инфраструктура айтып жатырмын да қазір. Бокста боксшылардың өзінің базасы жоқ, жеке меншік. Өзбекстанмен Талғарда салыстырамыз. бар ғой анау. Өзбекстанмен салыстырамыз ғой. Айы бар. Өзбекстанда боксқа арналған 4 база бар. жоқ ол олимпиадалық дайындау орталығы Иә, Талғарда. бокстың өзінде Өзбекстанда 4 база бар. боксшылар негізі жоқ боксшыларды Қазақстанда жасамау керек инфраструктурадан негізі. проблема Олар жоқ өзін болу керек боксерларға. деген сияқты. Жоқ, андай сондай бөліп тастаса да, мысалы Олардың жағдайы- приоритетный спорттар бар ғой. Бокс, күрес деген жағдайы керемет емес негізі көбісінің. Біз айтамыз ғой. Қой, Салыстырмалы мен түрде сенбей алсаң отырмын. боксшылардың дайындалатын Боксқа ма? жағдайы мынау ғой доп қой негізі ол Жоқ, енді оны істеп жатыр ғой, жағдайын істеп жатыр ғой. әрестік болады жылаған Мен мысалға айтайын да, футбол мен футзалды салыстырады ғой. Неге футзал дамыған, футбол дамымаған. Футзал ойнау үшін кез келген нөмір 56-шы мектепке кіресің да. Залда ойнай бересің. Футзал ма, футзал. Тура сол жерде кәдімгі бір әжептәуір бір команданы әкеліп Қазақстан чемпионатын ойнатып жіберсең болады анау. Бір сұрақ, волейболистерде Тура сол секілді. зарплата қанша? Қар жауады, жаңбыр жауады, футзалды ойнай бересің. Астана арена болмаса ойнамайсың. Волейболда жалақылары қанша? Среднем айтшы. Среднем енді жастары Аха. 200-300 шамалы. Теңге деп айтшы. Футболистерде қанша? 200 мың теңге. 1 миллион теңге. Айына, иә? Иә. Сен кімдікін айтасың? Балуандардікін айтасың ба? Жоқ, Мен сендерге айтайын да, бізде номері бірінші болып жүрген ненің Боксер. боксердің 800 мың теңге алады. қайдағы Енді. сен жаңа айтқан жалақыңнан аз алады. 154 мың. Қой, мынау жаңа сен ұлттық құрамада жүрген сборныйлардағы ойнайтын боксерлардың страшно көп болады ғой. Страшно көп алмайды. Мен білемін ғой. Олимпиада жеңіп келіп жатыр, масқара алатын. Олар былай қосымша сыйлық алады ғой мемлекеттен. Стипендия, А былай стабильно алатын зарплаталары ондай емес. Қанша? 154 мың теңге. Мен өзім көргем. Сөйтіп, сонымен өмір сүреді. Иә? Ой, қой енді. Сендер айтасың, мысалы, Атыраудың боксерлары, Оралдың боксерлары, сендер контракттарын көріңдерші. 64 мың теңге алатын мен өз көзіммен көрдім. жоқ мынандай ғой енді былай жалпы 1000 боксшы бар деп айтшы Қазақстанда 1000 боксшы Соның 8 соның бір 10-ы иә жақсы жалақы Иә. алады Енді өзі сол 10 адам ғой бокстасады. 10 салмақ дәрежесі. Маған не дейсің енді? оны да мысалы Жынды ма? Сен футболда мысалы 10 команда бар деп есепте да, мықты жалақы алуы тиіс. 10 командадан 25-25-тен 2500 адам өмір сүріп жатыр, 250 адам ойнап жатыр. Вот солар достойно айлық алады. Бізде де көп қой, бірінші лига мен екінші лигада жүргіға жаба болады. 64 мың теңге жалақы. ол бірінші сен айтып отырған бірінші лига ғой. Аналар сен ойласа, олимпиадаға барып келген адамдар да сондай алады. Олимпиадаға барып келген адам 64 мың теңге алады. Иә. Ой, енді ондай. Иә. Қызды-қызымен артық кетіп қалдың ғой осы жерде. Артық кеткен жоқ, мен өзім мен Көбейт енді. Ананы мен көбейт, мен ананы азайтайын жаңа. мен құжатын көріп айтып отырмын да. Сен жаңа мотоциклдің фарын азайт, мен балықтың көзін кішірейтемін қазір. Жоқ, мен құжатты көріп соны айтып отырмын да. Жоқ, Ермаш, Бәрі құжатты сөйтіп көріп ойлайды айтып жатыр ғой. Бәрі сөйтіп ойлайды да. Бірақ құжатпен былай айлықтың айырмашылығы болады ғой негізі. Әрине. Контракты деген құжат деген контракт қой. Контракты деген сан бөлек, алынатын ақша бөлек қой негізі. Әрине, мүмкін, ол да болуы мүмкін. Боксерларда агент жоқ қой. Боксерларды айтып жатқан жоқ. Онда саған мындай сұрақ. Енді боксерлар аз алады дедің, бірақ кеше бір Алматыда бір бокс кеші өтті. Соған шығып, мысалы үшін жақсы ақша алып кетеді ғой бір ивентке. Одан да алмайды. Мен саған айтайын, оған шығу үшін наоборот боксерлар өздері берген ақша. Рекорд 60 мың 30 мың емес деймін ол жерде суммалар вообще басқа. Үйреніп келген Мен сол кеше оны айтпай ақ қояйықшы, бірақ өздері береді оны. кеше ғана Үндістанның боксшысының жарақат алып қалуы енді тарихта қалған жекпе-жек болды. Өз ұрып, өз жарақат алып қалуы. Құлап қалмаған. Болливудтан келген ғой бірден. Ол масқара видео көрген бір. болды. Екеуі де бір-бірден удар ұрып құлап қалатын ше бір. Олар ма? Давай былай істейікші. Қара, біз енді мынау жылды қорытындылайық деген кезде, біз қазақ спорты деген кезде кез келген спорт саласын қазір алып айтатын болсақ, бәрі негативқа қарай кетіп қала береді. Мықты жерлерін айтсаңдаршы, әдемі жерлерін. Позитив айтайықшы, немен мақтанамыз? Әйгерім Сәттібаевамен мақтанамыз. Жоқ, Елдосты айтып мақтанып жатыр ғой. Елдос
Елдосты айтып, иә, Сметовті алдық, чемпион, олимпиада чемпион. Шафқатты айтайық, иә, Шафқатты айтайық та. Қылқындырып барып бүйтіп. Қылқындырған кезде, сол кезде. Ұйықтап қала жаздадым. Жоқ, сол кезде еще анау камераға қарайды ғой жаңа неге, төбедегі камераға болды. Сол әдемі өтті. Дірілдетіп жіберді ғой. Қандай камераға түсіріп жатыр деген Sony ма? Менің камерам мынау ма деген сияқты. Шафқат кеше Көкшетауда жүр, бір марапаттауда. Кеше осы Астанада да жүр. Шафқат сәл бір слабый өткізді ғой жекпе-жегін. Травмасы болды деді. Енді бәрінде травма ол кейін. Жеңгенде травмасы болмайтын еді. Жеңді ғой так. Жоқ, қандай бір Досрочно нокаутпен жеңгенде деймін де. Сонда сендер қалай чемпиондық жекпе-жегіне сәл бір күмән пайда болып қалды ма? Жоқ, менде пайда болған жоқ. Белал Мұхаммед Өйткені настрой деген бөлек болады ғой. Бәрібір Белалға настрой бөлек. Белал деген Бензема ма анау? Настрой, семізді кішкене. Сақалы бар. Анаған настрой бөлек. Оны да қоямын ғой. Бірақ та бір жағынан Онымен қашан төбелесесіз енді? Онымен келесі жылы ғой енді. Әлі жоқ. UFC танушы кәдімгі шетінен бәрі. Кетіп қалғанбыз. Кез келген дема ғой. Ой, қазір каждый журналистте телеграмда UFC деген канал бар. Көрсетеміз. Біреуінде футбол ма, біреуінде UFC. Дұрыс қой, сол арқылы көріп жатыр ғой елдің бәрі. Күрес лайф, бокс лайф деген жоқ. Былай көрермен мәдениетін мысалға бізде қалыптастыруда биыл 2024 жылы велоспорт күшті болды. Марк Кавендиш жеңіске жетті. Қазақ спорты. Астана Про тим ғой? Бір қазақ, бір Асан Базаев деген болды ма? Сол ғана есімде мен бір қазақтардың ішінде. Ойбай, 12-ші жылы бітіріп кетті. 12-ші жылы ол, иә. Басқа бір қазақ жігіттер жоға берік деп еді. Руслан деген болды, Руслан Тілеубаев деген, ол да карьерасын аяқтап кетті. жоқ, велоспортта нелерің бар. Мына жаққа кетіп қалды ғой, ере бересің ғой. Айта бер. Айтатын нәрсе айтсаңдар. Менікі қысқа тема айтсам. Теннис жоқ. Қазақ қой. Телеграм каналдарда былай енді көрсетеміз ғой енді ұрлап бүйтіп. Трансляцияны ма? Трансляцияны. Сол дұрыс па, дұрыс емес па жалпы? Көрермен мәдениетін қалыптастыру. Қай жерге көрсетеміз? Телеграм ол мен дұрыс деп айтайыншы. Неге айтайын ба? Өзің білесің ғой. Өйткені баяғыда ауылда қалай болған. өзің білесің, ол ұрлап. Не ұрламайсың ғой сен лицензия алып аласың ғой сол жерден. Өзің сатып аласың ғой 4000 теңгеге. Сосын ол адамдар, адамдардың ішінде, көрерменнің ішінде мектеп оқушылары бар ғой. Олар ауылды жерлерде 7-8 оқитын балалар мысалға қайдан көреді? Бұл қайырымдылық жасап отырсың. Подписка жасай алмайды. Табыс жоқ. Мына жақта телеграмнан көреді. Оның несі айып? Дұрыс дейсің ғой жалпы. Иә, дұрыс. Ол мына жақтан да көріп жатыр. Осы сөзіңе кейін ұялып қалуың мүмкін 5 жылдан кейін. Заман өзгереді әлі. 5 жылдан кейін түсіп кетеді ғой. 5 жылдан не актуальны ғой бұл подкаст. Қағаздар көп мына жерде. Жоқ, теннис туралы айтпадыңдар. Ермаш, сен любимый тема Елена Теннис туралы Рыбакина. Елена Рыбакина Париж олимпиадасына қатыспады, міне. Өзі біледі, қатыса. Кеше ғана бір турнирді жеңді ғой ол, иә? Деп ақтабасаң, иә, Юнайтед капты. Ақшасын берсеңдер қазір ақтап аламын матчта жеңді да. Испания жеңіп кетті. Не алады ғой. Испания ойындар бар ғой. Мен жеңдім, бастамасы жақсы ғой деп па. Кеше бір Австралияда бір фотоға түскен көрген Рыбакинаны. Сол не ғой? Ана бір Мария Шарафова ұстап тұратын бір коала сияқты бір. Перт деген қалада. Жамандыққа қимаймын мен бұл қызды. Лена ма? Жоқ, просто енді бізде теннис кішкене жаңағыдай неден ғой, олимпиадада дұрыс болмады, оның алдында турнирлерде. Ол кезде Болат Өтемұратов звондап айтыпты ғой, қатыспай қойыңдар, керегі жоқ депті. Сондай әңгіме ма? Не біліп отырсыңдар сендер? Шершесіп кетеді деген. Жоқ, қара жігіттер. Мен сендерге айтайын. Таңғалып қалам кейде әңгімелерінде. Мен сендерге айтайын. Уәлихан. Сеніп қаласың ба? Сеніп қалам. Имандай сеніп қалам. Бұл әңгімені Уәлихан екеуміз айтуымыз керек. Давайте, айтыңдаршы. Сендер айтпай, үндемей отырғаннан кейін мен айтып отқан жоқпын ба осы жерде? Өйткені біз Уәлихан екеуміз Болат Жамитовичтің жеке шақырту кешінде болдық. Айтса. Айтып отыр ғой. Онда ешқандай ондай команда болған жоқ. Неофициальный встреча ма? Неофициальный встречада отырдық қой. Риксиста. Енді, мысалға. Сол кезде бүкіл жағдайды түсіндіріп айтты. Қалай дамып жатқанын. Негізі бұл федерацияда қарап отырсаңдар жас балдар өте көп біздің балдар. 16 жаста, 14 жаста, Аян Омарханов, Заңған Нұрланұлы деген секілді. Мақұл, сен бардың. Неғып жүр жерде? Ол теннистің несі ғой? Несі? Айта алмадым. Ең мықты білетін Қазақстанда теннисті. Мен айтып жатқан жоқпын, анау айтып жатыр. Анаған қойшы айтып. Барсың ба сендер неменеге барсың? Мен
ол тамақ ішуі барды ол. Ақша берді ма? Тамақ ішуі барды. Жоқ. Ақша бермеді ма? берген ау үндеп Жоқ, Валиға айтқан сен келесің, біз саған дарын сыйлығын береміз деген. Сөйтіп Жоқ, негізі через теннис алғанда иә, жоқ, негізі теннис болғандай специфичный не ғой, түр спорт. Бұл жерде сен жыл бойы жұмыс істейсің, сол үшін ақша аласың, сол үшін енді өмір сүресің деген секілді ғой. Бірақ бұл қыздарымыз да Юля да, Елена да қатысқысы келген. Бірақ теннис бұл енді жеке спорт болғандықтан бұл жерде олардың ағзалары физикалық тұрғыдан және денсаулықтары дайын болмады. Болды. Бұл тек қана бұл жерде федерацияның бір ғана минусы. сеніп қалдыңдар соған. Жоқ, федерацияның бір ғана минусы оны халыққа дұрыс жеткізе алмады. Я түсіндім, қарашы. Жоқ, мен бәрі кешірмеймін. Шевченкоға жыл. Демек кінәлі Павел Цибулин. Шевченкоға жыл. Нешеде? 96 ма нешеде? Жоқ, бізде соны 96 жыл теннистер қайда? Жоқ. Жоқ болып тұр ғой енді. Жоқ, сен бір теннисшіні дайындасаң, мысалы сен қарашы, мен мысалға бүгін президент болып келдің, ертеңгісін сен бір адам шықпайды ғой. Жоқ, мен президенттерде шығаруым жоқ, қатысым жоқ. 96-лар қайда теннис ойнайтын? Ол жоқ, 96-лар қайдасыңдар? Қайда 96-лар? 2000-дарда жоқ қой. Жоқ, қайда енді солар? Неге шықпайды бізде? 2001-лерде жоқ. Бізде болмайды да, Жоқ. Мен бәрі Былай айтайықшы, неге осы біз қазақ тілді журналистпіз ғой, сөйлеп жүрміз, қазақ тілін дәріптеп жүрген, осы теннисте неге орысша білмейтіндер десе. Неге қазақ тілді нелермен жұмыс істемейді олар? менсінбейді. Журналистермен, Менсінбейді. қазақ тілді аудиториямен жалпы. Қазақ тілімен неге жұмыс істемейді? Жоқ, жұмыс істеу үшін обязательно тиісу керексің. Теннис, тағы қандай бар? Хоккей, мысалы. Хоккей бірінші орында. Жоқ, сонда обязательно барып. Иә, шығу керек. керексің. Иә. Ақшасын шығарып алып, скоро келеміз дейм ба? Ақшасын шығарып, мынандай алды деп не қылсаң, сол кезде ғана. жоқ, сонда қалай мен түсінген қазақша сөйлету деген? Жоқ, бір іс-шара өтіп жатса, өздері узкий круг, орыс тілділер жиналады да, іс-шара өтеді. Сосын кейін білесің, өтіпті ғой мынау деген сияқты. Хотя сен бүкіл теннис матчын жүргізесің да. Шақырмайды. Бүкіл сборныйда ойнаған кезде сен соны жүргізесің. Түнімен ұйықтамай отырып. Айғайлап ана жерде. Бұл енді орыс тілді. Бірақ мен конференцияда сұрақты қазақша қоямын. Қойшы. Бұл конференцияда Орманға қарап ұлыйсың сен бар ғой. Жоқ, қараш, жоқ, мен бір сұрақ қойын. Ішіңде бір орыс отыр Сергей деген. Жоқ, орыс емес. Шеш жолы жемпіріңді. Сол неге сондай деген сұрақ. Теннисті айтса енді неге сондай деп отыр, кездестім Жауап бермей отыр ғой. Неге сондай, Ермаш айтшы сен. Неге? Неге? Ермашты мен саған айтайын. Ермаш кезінде... Қазақтар аз. Жоқ, Ермаш кезінде мынандай программканы алып мақтаған Ермаш есімде әлі. Қазақша шығады ғой? Қазақша шыққан? Тенниста ма? Шығады. Асқар Ағатай. Бәрі всегда. Бұл енді бұл трендті мен қалыптастырдым ғой енді футболға барып. Ой, сен қалыптастырдың да, қайтып быт-шыт болып кетті. Черчесов матчтан кейінгі бірінші интервью Матч ТВ-ға, Әділет Назарбайұлы ресейлік порталдарға беретін болды. Етімен кеттіңіздерші? Иә. Реттейміз. Ол тенниста ғана емес, шамалы. Баскетболда, хоккейде. Футболда да сондай ғой. Футболда да шамалы еркіндік беріп қойсаң. Айтпайсыңдар осы? Еркіндік беріп Бір қойсаң. ойын жеңбеді деші. 22 ойын Астана ВТБ қатарынан жеңілді. Енді о жақтағылар қазақша Жақын арада сөйлету керек. Вообще ешкім сөйлемейді ол жақта. ұлты қазақ адам жоқ қой жерде. жоқ, ұлты қазақ қой кім? Рустам Ерғали қазақ қой. Жоқ, ойнайтын Мұрзағалиев, Майдекин, Асқар Жезқазғанның қазағы жақта. Білмеймін, қазақша сөйлейтін адам жоқ сияқты. Маркел Джонсон бар деп. Хоккейде қазақ балдар қазақша сөйлейді екен. Иә, олар қазақша сөйлейді. Олар да орысша сөйлейтін шығар деп ойлаймын мен. Жоқ, қазақша сөйлей алады. Қазақ балдар кәдімгі. Әлихан Асетов деген бір балалар бар. Сәтбаевтың балдары екен ғой Жезқазған. Жоқ, сөйлей алмайды ол. Молодцы. Сөйлейді. Кеше айтпақшы, андер 20 Қазақстан. 8-1. 8-2. Бір ма? Көрген Қадалыпты конкретно. Ема Швециядан. Хоккей дауыс отыр ғой. Мен жалпы өте әмбебаппын деп па. Жоқ, негізі проблем қандай? Қазақ спортын қазақша сөйлеп тұр ма бұл жерде? Жаңа сұрағыңа Ермаштан. Сен волейболды алдың ба? Сен до конца сонымен кетуің керек. Соны сен түбіне шейін қоздырып, қопарып, бәрін қазақша сөйлетіп алып келуің керек қой. Сонда сен есте қалатын журналист. Сен ана Динара Разақбердина ма еді, кім еді? Немене қазақша алмайсың? Өйткені ол сөйлей алмайды қазақша. Қазақша сөйлей алмай ма сонда? Сөйлей алмайды. Динара деген қыз? Иә. Өйткені оның папасы қазақ, мамасы орыс. Бірден айтайын. Хейт болып. Анау кім бар ғой? Сабира бар ғой? Бекішева, Сабира. Сөйлей алмаймын деді. Қазақша сөйлей алмайды. Айбат Виталиймен көрдің ба қазақша? Қандай күшті, тамаша шықты. Айбат сөйлейді. Міне. Енді аты Айбат болса енді қалай сөйлей алмайды? Жоқ, енді бұл жақта андай Сабира ғой.
жоқ Петропавловск қой, ол Петропавловск жігіттер, ондай жоқ. Тіл мәселесі деген өте қиын сұрақ. Петропавловск болса не болыпты? Қазақстан жері ғой Петропавловск. Жоқ, мен тіл мәселе. Не осы Петропавловск? Жоқ, Петропавловск на Камчатке, да? жарайды, тілді қозғамау. Үйренетін шығар, бірақ бар арасында енді. Уақытымен жігіттер. Жарайды, онда битейік давай. Уақытымен 30 жыл өтті. Осы жылы мысалға КПЛ-ға оралайықшы. Үздіктерін Жоқ, сен бағана позитив туралы айтамыз деді ғой, неменеге КПЛ туралы бастап келесің? Қайдан кетіп қалып қой. Позитив туралы айтайын десем, бәрі негативке кетіп қалып жатыр ғой. Енді брат не ғой, жағдай сондай болып тұр да, бәрі олимпиададан кейін көрді қандай жағдай екенін, сборныйларды көріп, жағдай сондай, просто по факту қабылдау керек та оны. Қабылдап өзгерту. Барысы ұтылып барлық, рас, мысалы волейболда жағдай мәз емес, шын. Баскетболың анау мысалға сборныйдың жартысы Астанада ойнайды, бәрі ойнайды. Қадалып жатыр, 22 матч па? Барысын бар. Хоккейдің жағдайы жүрген біреу жоқ па? жоқ, барыстың жағдайын білесің, футболдың жағдайын ана Шафқат қана. Төрехан ғана. Жоқ, жігіттер, біз айтып отырғанымыз, тек қана байқайсыңдар ма? Игровой вид спорта. Бүкіл проблема игровой вид спортада. Былай, өйткені игровой вид спортада мемлекеттің ақшасы мынанша пішен. Әне. Міне, көрме қазақшаны ылу керек. Адрестерін айтшы маған, барайын. Ал жекелейлерде де проблема бар. Просто о жерде бір адам атып кетеді, соны артына тұрып алады. Ондай болмау керек та. Үздіктерді айтайықшы. Болды, сонымен қорытындылап. КПЛ, давай айтайықшы. КПЛ осы жылы үздік бапкер кім сен үшін? Ойбой, өте ауыр сұрақ қойдың, өте сондай буыннан ұратын сұрақ. Бұл енді, мынау енді просто екі команда бар ғой бізді құртып тұрған, бапкерсіз ойнаған кәдімгі. Ардабасы мен жаңағы Алматылық Кайрат. Вот эти две команды, они сыграли, вот, меняли 3-4 раза главного тренера. Нормально айта бер, арғыдай. Болды. Контршифті бас. Контршифт. Ну, просто я думаю на русском и перевожу. Енді қараңыз, бұл жерде Атыраудың бапкері бар, Виталий Жуковский деген. Өте мықты бапкер, мощты ойнады. Өйткені кубоктың финалына шықты. Кішкене бір айтсай конкретно айналдырмай. Ойланып жатырмын ғой, уақыт созып жатырмын ғой. Тағым бар еді. Кирилл Кекер. жоқ. Жуковский Атырауға. Мен білмеймін, шынымды айтайын. Мен КПЛ көрген жоқпын. 2-ақ матч жүргіздім, сол үшін Оразбақ дейін. Сен футбол қалай қарайсың жалпы? Жоқ, сен қара. Сен кім, сен үшін кім ал? Мен үшін Андрей Карпович. Не істеді ол? Карповичте. Елімайды көтеріп жүр. Қош. Болды ғой, өзің өз ойың ғой. Жоқ, сен қара, Оразбақ дейін да, багаж жоқ, дұрыс па? Соңғы тур қандай қиын болды, бірақ багаж жоқ дейді? Жоқ енді, соңғы кезде тәжірибе жоқ. Қайратты чемпион қылады. Чемпион қылғанда ол, ойлашы, ол случайный орынға кеп қаладыр ғой, анан шығарып жібереді да, ешкім таппай қалды да, сен басқара тұр деген сияқты. Сен басқара тұрдың өзіне қолынан келу керек ол адам. Жоқ, полноценный неше ойында тренер болды ол главный тренер? 4 ойын. 4,5 деп. Бірақ соңғы турлар шешуші болды ғой. Оразбақтың мықты болды, ерсін ойыншы. Сен бұл ойыншы Карпович. Индивидуал шешіп кетті ғой. Сен кіші. Сен кім? Мен Жетісайдың бапкері. Аты кім оның? Атын ұмытып қалды. Ерлан Шойтымов. Үздік ойыншы енді чемпионның ішінен қарайтын шығармыз енді. Қайраттан кім? Жоқ, өзің білесің айтасың. Бәрібір ма? Ойбо, биыл енді масқара ойнаған қазақ үздік ойыншы. Ойланасың ба, мен айта берейінші, ойланғанша менде бар. Мен айтайын деп отқан ғой, тобылды дейтін. Ислам Чесноков. Маған Сейсен. Сейсен? Үшінші қақпашы болып бастаған Астанада. Бірінші қақпашы болып аяқтады. Аяқтаған жоқ. Қара. Чондрич. Жоқ, ол үшінші болды. Екінші Заруцкий болды, бірінші Чондрич болды. Бірінші Чондрич қалды. Челсиге қарсы матчта кім тұр? Чондрич. Жоқ, мен Сейсен. Көрмейтін ол, кетші волейбол жүре берші. Соңғы матчты Чондрич. Мұхамеджан Сейсен дейсің ғой сен, ә? Сейсен, бетон Сейсен. Мен білмеймін ғой мен. Сен зор позицияны ұстап алдың ғой, сенше? Көрмейді ол, сұрамаш бұл. Бұл да білмейді. Елімайдың бір игрогын айтасың. КПЛ-ді көреді. Жоқ, мен... Көрмейді. Мен үшін КПЛ-дың Карпович дегеннен түсінді ғой, көрмейді. Ярышек онда деп па? Ярышек? Жоқ, мен үшін әрине қазақстандық болу керек па? Қазақстандық, давай. КПЛ. Бұл да ойланып жатыр сен сияқты жасы. Сұрақтар. Жоқ, қазақстандық болса, онда мен
адам үздік деп ойламай тарс еткізу керек қой. Онда Виталий Воеводин деп айтам десе. Жоқ, мен үшін үздік әрдайым чемпион командадан болады. Мищенкин айтса, Мищенкин. Қайраттың бар. Сейдахмет деп онда. Жоқ, Қазақстандық деп тұр ғой. айтып тұр, жауап алдым бөлек кім бар? Сейдахмет Зариядан қой. бөлек. болды. Сейдахметтен басқа жоқ Қазақстан. Ойнамайды ғой. Қалай ойнамайды? Сантана. Көрмейді ғой, сенші. Жоқ, мен көремін, просто Қайратта соңғы мен неге алып келіп тұрмын? Өйткені Әділет Сәдібеков жоқ, дейсіз. Сәдібек емес, ол травма болып қалды ғой. Қайраттың өзінде соңғы матчтарында көп Қазақстан Сейдахмет қана ғой енді ойнап жүрген болды. Өлшен дейсаш болды. жоқ, үшін емес. Мыринский. Тұтсаңдаршы, мен Айналайын жалынып кетті ғой. Бәрін айтпайсың мен ойнан састап тұрайын шығаршы. онда, ойнан тұрайын. Википедияда Айтпай қойсыншы. Көрдің бе? Адам табу қиын жа. Үздік. Сол ғой, соған келтіріп отырмық қой. Жоқ, Тағы да қайдан негативқа сейсем? келтіреді. Бірақ Ислам Чесноков қой, оның несін талқылайсың? Чесноков еще Тлешевтен кейінгі Бомбардир. бомбардир. жоқ. 2008-ден бері. Чемпион командадан болу. Сен кім деп ойлайсың? Жоқ, КП? Чесноков. Ана граффитенің голы бар ғой, Бавария бар. Иә. Тура сөйтіп ұрған жоқ па, Елімайдың қақпасына. Чесноков зор ойнады негізі. Молодец. Прогресс жасады. Енді осыдан Просто сборныйда атамай қалды ғой, сол ғой. Елдос үздік спортсмен, мен онымен Ахметов келісемін. па? Жоқ, Сметов. Қазақстанның ең үздік спортсмені. Елдос Сметов қазақстанның Иә. үздік спортшысы. Жыл Олимпиада. спортшысы. Енді дұрыс жыл Иә, ол Кеше жеңді ғой анау, иә. Иә. Қыздар арасында кім? Шавкат Рахмонов. Қыздар арасында кім үздік? Так, бұған ойланасың Сабин енді. Алтынбеков әрине. Дұрыс айтма Елдар? Дұрыс, өте дұрыс. Сабин Алтынбекова Жоқ, Индонезияда ойнайды. Серьезно айтайын да. Шынайы айтсай конкретно. Шынайы да, Эксперт рас ретінде күлемін. айтсайшы. Білмейді да ол, көрмейді де. Қыздар спортында білмеймін. Назым ғой енді. Назым Назымнан басқа. Зайбай ғой. Олимпиадада үшінші орын алды. Иә, Назымнан басқа. Соған бердім даусымда. Қиын. Жоқ, Ұлдардан Елдосқа берді. ең қыздардан ең Жоқ, үздік. мен кім айттым мен? Жігіттер қыздардан Үздік ең спортшы, үздік. Үздік мен Демеу Жадыраев қой беремін. Демеу Жадыраев. Қыздардан ең үздік ұмытпаңдар сендер. Кім? Әйгерім Ауытбек, по-любому. 100%. Паралимпиадаға бар. Чемпионы ма? Мен үшін Назым Қызайбай. Мен үшін Ауытбек. Сен үшінші ал Елдар. Қызайбай дедің. Назым деп отыр. Ұлдардан. Сол Айгерім Ауытбекті Елдос, Динара Елдос. Сатжан ба біреу программаға шақырып жесткий сұрақ қойып Ұят болды. бұл деңгейге Сол қалай Динара жеттіңіз деген. Сатжанды пресс-конференция ұлттық құраманы сондайға жіберу керек қой. Жоқ, ол Кесеске ма? Паралимпиадада жүлде алған спортшыда менде сұхбаттастықпыз осы бірінші бол арнасында. Ол жерде андай өз бөлінеді екен. Категориялар бар екен да. Иә, Олардың инвалидсіз анықтайды. S2, S1 деген. Оны да. Қазақстанда анықтау мүмкін емес. S1, S2 деген, бухгалтерский не ғой? Жоқ, S3. Қой шер машина. Білмеймін ғой. Сондай категориялар бар. Срочно комментаторлыққа орал сен. Әйтеуір темадан ауытқып барасың. Иә. Мені естіген дедім. Жарайды мақұл қоя берші. Біз Зайнуддиновты айтпадық қой айтпақшы. Зайнуддинов қалай айтасың? 7 ай заминада отырды ғой. Ильяс Оралбеков ең үздік бапкер мен ойымша. Иә, Төрехан. Кім ол? Төрехан мен Бокс бапкер. Махмұттың несі. Мен үшін Ильяс Папасы Оралбеков дейсің ба мұның ба почти? ең үздік бапкер. Марка Грыш деп. Баласы Олимпиадаға барды. Махмұттың ана несі бар ғой, той болып атады да. Үйленіп отыр, қасында Қайрат Нұртас өлең айтып атады да. Қайрат Нұртас пародия жасайды ғой, өлтіреді. Пародиясы 2024. Иә, жыл пародиясы. Төрехан ең үздік жас боксшы. Нұрбек Оралбай ересектер арасында Қазақстанда. Бокс айтпаймын. Иә. Бокс айтпасың. Аружан Зейнуллаева. Маған үздік спортшы ана Демеу Жадыраев болды. Өйткені мен жеке сөйлестім ғой. Иә. Анау үшін мен өзі Мен боксшылар арасында ешкім сұрамаса да айта салайыншы деген ол. Соны айтамын, сені кім сұрады? Мен неге айтып Өзім Жас айтып боксшыны танымаймыз да отырсың. Төрехан бәрі таниды ғой. Жоқ, Төрехан таниды ғой. Қазақстанның боксын айтқанша лучше Родри мен Винисиус Қыздар арасында бар ғой. Кім? Диара Келдиярова маған үздік. Өзбекстандікі ол. Әлемде. Сонда да. Жақындау десейші. Жетісайға жақынды. Күйеуі бар екен ол. Жоқ, ол күйеуі бола берсін. Енді үздік спортшыны анықтап алдық қой. Күйеуі болса не болады? Күйеуі бар екен ғой. Болды үшін сондай. Сенің жолыңа Самарқан мен Бұхараны беремін деп жазып. Алым болып қалған жоқ па? Айтпа. Үздіктерді анықтап алдық. Құсман Қырғызбаевты ешкім айтпады ғой. Ғұсман Қырғызбаев ол өзі Егіздің сыңары. Қол алғын. қол алып кеткеніне сол кейін барып сен да өзі негізі өзі де түсінбей қалды. Аэропортқа келген кезде ма? Өйткені ол рейтингте төмен Ана тұрды ғой. бір жігітті аэропорт ешкім күтпей қойыпты дейді ғой бір. Құрбанов. Соны. Нариман. Родридің алтын добы лайықты ма? Лайық. Лайық емес. Екі лайк, бір Лайық лайк емес. емес, бір дизлайк. Родриго ма деп па? Родри. Лайық.
лайық. Криштиану 100%. айтты ғой кеше, бірақ Винисиус лайк деп. Жоқ, иә. Реал Вообще мен негізі Карвахаль Криштиану алады деп айтса- ойлап шынымды айтайын. Криштиану айтса дұрыс айтады ол кісі. Иә, Карвахаль Розри. ма? Келіспеске болмайды. Соның Карвахаль киесі жүрген. ұрып жатыр ана Сити көрдің ғой. Ой, иә. Кімнің киесі? Родриға бергеннің. Родридің жоқтығы десейші хотя Жоқ, ей. Винисиустың көз жасы дейікші, әділетсіздік. Әділетсіздіктің киесі. Оған Алтын Родридің доптың кінәсі киесі. жоқ, бірақ сол мынау әділеттілік деген арамдыққа май жақпайды деген Жоқ, сөз. сендер неге Нариман Құрбановты айтпайсыңдар? білмеймін, Үздікке танытқан кезде. танымаймын. Гимнастикадан. Айтып жатық қой, жоқ, ешкім күтіп алған жоқ деп соны Аэропортта айттық қой ешкім жаңа. күтіп алмады деп айттық қой жаңа. күйеу бала деп айттық қой. Күйеуі бар деп айттық қой деймін. Жоқ, ол енді ғана үйленді Нариман, енді жақын Күйеу үйленді. бала. Олимпиадада кімдер алды жүлде тағы? Уже ұмытып қалғанбыз. Александр Ле. Ле. Жандарсың. Ле. Жандарсың. Ислам Сәтбаев. Ислам Күйеуі Сәтбаев. ма қасында? Ислам Сәтбаев неден ғой? Ле екеуі алды. Ленің қасында Жорт ей, тұқты ғой. Паралимпиадада бірінші алған адам кім еді? Елдос Сметов. Ей, қоламен басталды ғой. Паралимпиада деп жатыр. Вообще айтшы. Мен сол миымда тұр да, Атудан алды. атудан алды Паралимпиадада. Ең бірінші қоламен басталды ғой. Дегтярев бар. Дегтярев деген бір кісі Дегтярев ғой. ол жатып көтереді ғой. Двукратный Пара болды. пауэрлифтинг. Тағы кім еді? Үйленіпті. Пара пауэрлифтинг. Иә, кеше көрдім. Кім? Давид па? Құтты болсын. Сол дарын алды ғой бірге. Бәрің бірге дарын алдыңдар қоясыңдар, ә? Садраддин әнші бәріңе. Демек сен үйленесің деп па? Жақында. Кім? Ақмарал Наватбек алды. Тағы да үйленесің дейді. Не қылып жіберді? Күйеуі бар ма екен дей ма? Болды, бітірейік енді. Жоқ, жаңа Винисиусты айтсайшы. Неғып кетіп қала бересіңдер Сол е футболға Жоқ, мына кісі сұрақ қойды ғой жаңа. Нелерің бар ол Жоқ, жақта? лайық емес дейді. Родри Жоқ, мен араласпаймын. Лайық. Родри лайық болды. енді былай давай бүйтейікші. Винисиус келесі жылы ала салады ғой, Родри келесі жылы аламай қалады ғой мәселесін. 2025 жыл КПЛ-ді кім алады? Астана әрине. Білмеймін ғой. Күшейіп жатыр Айта ғой. берсе енді. Айта берейін ба? Білесің ғой. Астана алады. Қайрат. Қайрат. Ордабасы. Елімай алады, конечно, қуасыңдар ма? Неғып сұрап алып қуасыңдар ма? Чемпиондар лигасы топтық кезеңінен өтеді келесі жылы, көресіңдер ғой. Астана өтеді онда деп жалғай берейін ба? Лига Жоқ, чемпиондар енді лигасы. Елімай Астана не үшін- өте не береді үшін ғой конференция. Елімай болмайды ал. Не үшін Елімай болмайды? Білмеймін. Елімай тек қана қазақстандық ойыншылар алып жатыр. Сербиядан бір-ақ легионер алды, оның жасы 31-де Оңтүстік Кореяда ойнаған. Сен неге елімай болады деп отырсың ол жерде? Енді жаққа бәрі Жоқ. елімайлықтар. Жоқ, ана жақтағыларға Клан байланысты болды емес қой ол. Ол қандай тренер әкеледі соған да байланысты. Алаңда Басқалар ойнауға- айғара отпайды ғой. Соны Мә, айтамын. сендер алады екенсіңдер. Кім көп гол ұрады, сол жеңімпаз Иә, атанады ғой. сондай ғой. Қайраттың күшейеді, Астананың сама собой Ченедулар дақ болады ертең. Жоқ, мен Если сендерге бір Ченедур қызық шайырға айтайын келесі осы жыл. жерде. Сол сәл- Елімай не үшін қазақстандық ойыншылар да жатыр, білесіңдер ма? Өйткені Заң заң шығарды. ауысайын деп жатыр ғой. Легионерлер Ауысты. қысқарады. Жаңа жыл. По факту ауысты. Неше По сағат факту болды? ауысты деп қойшы, по факту әлі жиналыс болған жоқ та ғой. Жоқ, ауысты. Бірінші қатардан бастап болды. Мен білемін ғой. Бізде де волейболда не Мен бар? Құрманмен қаттарласады да, Құрман біраз нәрсе айтты. Ол футзалдық етін, ей. Сен Футзал шатастырма. туралы неге айтпады? Ертең Нұрсұлтан ренжиді ғой. Нұрсұлтан Құрман жалпы ренжу негізі. Ей, футзал туралы айту керек қой Өзбекстанда Сол ғой, әлем мықты чемпионаты өтті. Сен бардың бардың ғой. ұтылып қалды. Өй, мен барғаннан емес Тура ол. сол күні ұтылды ғой. А? Сен барған Жоқ, күні. мен негізі бәріміз былай ойладық қой. Сосын Жоқ, Португалиядан жеңілеміз деп ойладық қой. Сол кезде сен анау 5 секундта 5-ке шейін санауға болады деген әңгімең ба? Португалиямен Не ойнаған. әңгіме ол? Не мақсатта айттың оны? Әңгіменің мақсаты болмайды ғой, негізі ше ондай. Айта бересің ғой. Мақсатсыз. 5 секунд өтпей қояды. Өйткені аналар гол соғып кетсе бітетін едік та. гол соғып кетті ғой соңында. Сандарды сөйлету керек қой. Әне. Ана көрдің ба? Тілек айтшы Күшті бұл. тема бастап алдық. 2025 жыл бәрімізге берекелі жыл болсын, қазақ спорты өркендеп дами берсін. Қазақ жанкүйерлерін 2025 жыл әрқашан қуанта берсін. Әр ай сайын, әрбір апта сайын қазақ спортшылары әлемнің халықаралық ареналардың түкпір-түкпірінде көк туымыз желбіретіп, әнұранымыз шырқата берсін. Соларды көріп біз марқайып осында мақала жазып, солармен сұхбат құрып сіздерге әдемі контенттер ұсына берейік. Видеоларымыз сапалы, дыбыстарымыз да бірақсыз, сондай бір келген қонақтарымыз да бүгінгідей емес сапалырақ болсын деген тілек айтқым келеді 2025 жылы. 2025 жылы қазақ спортын үлкен алпауыт ірі жарыстар күтіп отыр. Қадірменді ағайын. Бұл видео фондағы достарымыздың қолдауымен шығып жатыр. Олардың сілтемесі төмендегі пікірде бекітілген. Қазақ спорты
әлемге өзін көрсеткен сайын біз өзіміздің мықты ұлт екенімізді, қазақ халқы деген бар екендігін, Қазақстан деген алып мемлекет бар екендігін көрсету, мінекей бұл елімізге жасаған үлкен жарнама болар еді. Сондықтан әрқашанда жұдырығымызды түйіп отырамыз, тақымымызды қысып отырамыз. Қазақ спортшылары әлемде бүкіл Европаның додаларында керемет өнер көрсете берсін. Командалық спорт түрлерінде де осы 25 жылы ірі жетістіктерге жетеміз ғой деген ойдамыз. Ендеше қадірменді ағай, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі бағдарламада қонақта болған Уәлихан Қошанбаев. Жазылыңыздар деп. Соны айта салайын ба? Комментатор Мәулен деген телеграм каналым бар. Ерсін келіп отыр. Ерсін, саған да тілерім, мына 2025 жылы комментатор ретінде Қазспорт арнасын гүл қылып, соны енді сенен басқа ешкімде қамады ғой ол жерде. Жақсылап жұмыс істей бер. Сен ана елдар как раз бойыңда 2 метр болып волейболға барған дұрыс болыпты. Сұхбат алғанға оңай ғой кішкене. Сенің ана қыздарың волейболдан жеңе берсін, ұлттық құраманың ерлері жеңе берсін, чемпионатың гүл бола берсін, трансляциясы көбейсін, бәрі қазақша сөйлеп дұрыс болды сен барған. Виктор Кирилликтің сұхбат алғанына күліп өтті. Орталарыңда 1,5 метр пространство бар еді ғой. Ой, жақсы болыпты. Олжас, мынау Уәлихан, саған енді мынау не болды, қайтып келді? қайтып айналып келіп жатыр ма? Мына көрдің бе, уже депутаттыққа дайын адам уже. 9-шы созыв күтмені деп айтса болды. Қазақ боксы өркендей бере берсін. Мынау көріп отырмыз, кешегі мына Будвада жастар арасында, мынау Азияда, Таиландқа барып, ой дүркіретіп жатсыңдар. Қазақстанда бокс деген ұлттық спорт қой енді былайша айтқанда. Сондықтан менің ойымша бокс деген әрқашан мықты болу керек. Қазақстандық боксшылар Азия, Европа чемпионаты. Бола ма бірдеңе 2025-те? Әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты. Скоро бізде болады ғой, иә? 2 алтынсыз қайтып келмеңдер. Кіргізбейсіңдер ма? Болды ма? Бұйырса. 26-та ма? Әлем чемпионатынан 2 алтын деп жатсың ба? Енді не? Аз ғой ол, дұрыстап айтсай. Шу? Кемінде 2 дейсіз. Сенің тілектерің де уже сомнительный болып кетті. Баяғыда барған кезде 2 алтын алып келетін еді. 5 алды ғой соңғысында, 4 алды ма? 4 алды. Қашан ол? Уже дастарханға шабуыл басталды десеңіз бітпейді. Маған қарны ашып отыр. Жоқ, менің бір тілерім, мен секілді ағаларымыз ерте жемеңіздер. Бұл Жайдарман ойнаған ғой, соны көрсеткісі келеді. Не айттың? Бюджеттен ақша ұрлап жемеңдер деп айтып отырмыз. Соны айтамай спортқа. Былай айтасашы, соны өтіп берейік. Қайтан жазыңыздар болды. Бұл Жайдарманда ойнаған командасында шуткалар өтпейтін тегі. Саяси. Қандай еді сен командаң аты? Күлтегін. Күлтегін деген команда ғой. Жазылып кеттіңіздер. Бізде телеграм сондай атпен КВН-ге де шыға ма адам деген? Не деген? Қате ме? Евразия ұлттық университетінің атынан шықты.